Армысыздар, қадірменді отандастар. Джакишевтің досы, зиятты премьер-министр Әкежан Қажыгелдинге Тоқаев реабилитация беру мәселесін келесі жылы қарастыруы мүмкін. Бұл жайлы Джакишевтің жақтастары хабарлап жатыр. Халқым, сіз Қажыгелдин жайлы не ойлайсыз? Ойыңызды комментарияға ортаға салыңыз. Біз жалғастырайық, сіздер болсаңыздар Джакишев пен Қажыгелдинді қолдап, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Назарбаев режимі тарапынан саяси қуғын-сүргін көрді деп есептелетін. Еуропарламент берген бостандық паспортының иесі және Қазақстанның ең беделді саяси эмигрант Әкежан Қажыгелдиннің елге оралуын жаңа Қазақстан билігі келесі жылы талқыға салып көрмек. Қажыгелдинге реабилитация беру арқылы Қазақстан өзін демократиялық институттары жақсы жұмыс істей бастаған ел ретінде танытады және еуроодақпен арақатынасын одан сайын жақсарталады. Өткен нәрсе өтті. Әкежан Мағжанұлын ақтау орынды деген конструктивті ой бар. Біздің буынның болашақ ұрпақтың алдында осы мәселені шешіп кеткені дұрыс. Қазақстанға қайтама, қайтпайма, ол Қажыгелдиннің жеке таңдауы. Бірақ Қазақстан өз тарапынан оның үстінен қозғалған қылмыстық іспен сот шешімінің күшін жойып, алғашқы қадамын жасайтын уақыты келді. Осы мәселе келесі көктемде ішкі кабинеттерде талқыланатыны жөнінде хабарым бар, дейді билік эшелондарына жақын болған Вюэз Зиги дереккөзі. Қажыгелдинге реабилитацияны тек жоғары сот бере алады. Себебі 24 жыл бұрын 2001 жылы сол жоғарғы сот Әкежан Мағжанұлын қызметтік өкілетін теріс пайдаланды. Салықтан жалтарды деген айыптармен сырттай 10 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ ол кезде Қажыгелдин саяси эмиграцияға Лондонға кетіп қалған еді. Еуропарламент пен халықаралық қауымдастық оны саяси босқын деп таныды да, жүріп тұруына еркіндік беретін Хжуи Трангек ұсынды. Ал Қажыгелдинге қатысты Қазақстанның Интерполға берген өтініші жойылып, досьесі Интерпол базасынан толық алынып тасталды. 2002 жылдан кейін Қазақстан Қажыгелдинді көп қудалаған жоқ. Мағжанұлы да ел билігін қатты сынап, саяси белсенділік танытпады. Назарбаев режимі өз назарын көбіне Рахат Әлиев пен Мұхтар Әбіләзовке аударды да. Қажыгелдин радикалды оппозиционерден көрі конструктивті кеңесші рөліне көбірек жақындай бастады. Ал 2019-2022 жылдары Әкежан Қажыгелдин президент Тоқаевтың курсына жария түрде қолдау білдірді. Және оның шетелге шығып кеткен заңсыз активтерді қайтару ісінде Қазақстан прокуратурасына бейресми көмек көрсеткені туралы ақпарат бар. Дереккөздің айтуынша, реабилитация туралы Әкежан Қажыгелдиннің өзі немесе заңды өкілі өтініш беруі тиіс. Тәртіп солай. Жоғарғы сот оны қалыптасқан ереже бойынша қарастырады. Дәл осы кезде билік кабинеттерінде белгілі бір консультациялар жүре бастамақ. Дереккөздің мәліметінше, биліктегі ең ықпалды бестік мүшелері Қажыгелдиннің ақталуына мүлде қарсы емес. Тек осыны қолға алып, техникалық жұмыстарын бастайтын адам керек. Және бастама Қажыгелдин тарапынан болуы тиіс. Яғни елге оралуға, ақталып шығуға экс-премьердің өзі құлшыныспен ниет танытсын деген сигнал беріліп отыр. Біздің басылыммен эксклюзивті әңгіме барысында Әкежан Қажыгелдин дипломатияға сирек жүгінеді. Оның сөзі тік, кейде қатқыл, бірақ артында жүйені ішінен білетін адамның тәжірибесі тұр. Ол қуғындалған адам ретінде емес, елді сырттан бақылап отырған. Бірақ әлі де Қазақстанның өзгеруіне сенетін аналитик ретінде сөйлейді. Оның бағалауынша, өткен жыл бәрі үшін сынақ болды. Әуелі қалалар мен ауылдарды су басқан тасқын. Артынан рекордтық инфляция, бағаның өсуі мен теңгенің әлсіреуі. Жағдай тыныш, соғыс жоқ, халық барымен риза, дейді экс-премьер. Бірақ әлеуметтік кернеу жойылған жоқ. Адамдар биліктің нақты әрекетке көшетінін күтуден шаршады. Ол бүгінгі үкіметтің басты дерті, стратегия мен жауапкершіліктің жоқтығы деп санайды. Министрлер, оның айтуынша, президенттің артына тығылып, біз тек мемлекет басшысының тапсырмасын орындаймыз дегенді қайталай береді. Ал нәтиже, дейді Қажыгелдин, 0. Бір жыл бұрын мен жас министрлер өзгеріс әкеледі деп сендім. Бірақ білім бәрі емес екен. Басқару үшін мінез керек. Қазір бұрынғы премьер ел үшін басты қауіп сыртқы жауларда емес, ішкі әлеуметтік жағдайда деп ашық айтады. Бірнеше жылдан кейін еңбек нарығына 2 миллион жас қазақстандық шығады. Ал мемлекетте дайын жоспарда, жаңа өндірісте, нақты стратегияда жоқ. Қазақмыс сияқты ірі кәсіпорындардағы ереуілдерді ол дабыл сигналы деп санайды. Үкіметтің әрекетсіздігі, дейді ол, бүгін халыққа ғана емес, президентке де зиян. Егер ертең барлық шенеунікті демалысқа жіберсең, ешкім байқамай да қалады. Қажыгелдиннің сенімі бойынша, мәселенің түбі кадрлық саясатта. Президент өзіне таныс адамдарды таңдайды. Ал шешім қабылдай алатын мамандарды көтеру керек. Ескі жүздерді ауыстыру мәнін өзгертпейді. Жүйе жұмыс істемейді, себебі ешкім орындалуын бақылайтын жоқ. Оның шешімі тәртіп ұғымын қайта енгізу. Тапсырма орындалып, соңына дейін қадағалану керек. Тоқаевтың өзіне келгенде, бұрынғы үкімет басшысы құрметпен, бірақ алаңдаушылықпен сөйлейді. Сыртқы саясатта ол көп іс тындырып жатыр.
бұл бағытта жетістіктер айқын. Бірақ ел ішінде бәрі қайнау шегінде. Қазіргі биліктің басты жауы әлеуметтік наразылық. Егер халық көтерілсе, ешқандай билік төтеп бере алмайды. Президенттің отставкасымен парламенттік республикаға көшу туралы қауесеттерге жауап ретінде Қажыгелдин күтпеген сабырмен айтады. Бұл дұрыс бағыт болар еді. Қазақстан парламенттік үлгіге ұмтылуы тиіс, онда биліктің көзі халыққа жақын. Және қосады. Бірақ ешбір Кремль Қазақстанға өз жолымен жүруге тыйым сала алмайды. Барлығы өзімізге байланысты. Әңгіме барысында Назарбаевтың тұлғасы да қозғалады. Қажыгелдин бір кезде бірінші президентке уақытында тоқтауды ұсынғанын жасырмайды. Мен айттым, кезек пен уақыт бар. Егер уақытында кетпесең, жағдай өзгереді, сонда кімнің қасында қалатынын көресің. Ол кезде бұл сөздер естілмеді. Тарих белгілі сценариймен кетті. Елдің егемендігі мен болашағы туралы сөз қозғағанда, Қажыгелдин адал саясатсыз ілгері жылжу мүмкін емес екенін атап өтеді. Активтерді әділ қайтару, ресурстарды тең бөлу және мұнай келісімдерінің құпиясын ашу қажет. Құпиялар халық үшін емес, өз үкіметі үшін жасалады. Миллиардтар қайда кетіп жатқанын ешкім білмесе, елді қалай басқаруға болады. Ол ел ішіндегі тәуекелдің артып келе жатқанын мойындайды. Революциялық емес, әлеуметтік сипатта. Бірақ оны жасампаз энергияға айналдыруға болады деп сенеді. Билік халықты тыныштандыру емес, тыңдау қажет екенін түсінсе, онда Қазақстанның мүмкіндігі бар. Бірақ ол тыңдау шынайы болуы керек, камера үшін емес, лоялды адамдарды жинаған залда емес. Әкежан Қажыгелдин мұхит алыста болса да, реформаларға сенетін саясаткер болып қала береді. Өз болашағымен елге оралу мүмкіндігі туралы сұраққа ол сабырмен жауап береді. Менің өмірім менің еліммен байланысты. Егер менің елім бақытты болса, мен де бақыттымын. Оның түсінігінде реабилитация жай ғана заңдық акт емес. Бұл символ. Қазақстан өткеннің қателіктерін мойындап, алға жылжуға дайын екенін көрсететін символ. Егер 2025 жылы үш нәрсені көрсек, активтердің қайтарылуы, ұлттық компанияларға бақылау және басқарудың ашықтығы. Онда жаңа Қазақстан шын мәнінде дүниеге келді деуге болады. Егер олай болмаса, бәрі сөз күйінде қалады. Сөйлесудің соңында, саясаттан гөрі жеке реңк басым сәтте, Әкежан Қажыгелдин елесін құрғысы келмейді. Бірақ пессимизмге де берілмейді. Оның көзінде Қазақстан элитаның қателіктерінен жапа шеккен, бірақ өзгеріске сенімін жоғалтпаған зор әлеуетті ел. Оның болашаққа көзқарасында фатализмде, өткір сында жоқ, тек прагматикалық үміт пен кемелдікке шақыру бар. Қажыгелдиннің ойынша, қиын жылдар елге бір нәрсені үйретуі керек. Жаңару әрекеттері үстірт болмауы тиіс. Оларды атауларды ауыстырумен, оппозицияны тазалаумен немесе әдемі комиссиялармен алмастыруға болмайды. Өткен тұлғаларды саяси реабилитациялау тек сол процестен кейін институционалдық өзгерістер, әр азамат үшін нақты кепілдіктер пайда болғанда ғана мәнге ие болады. Сонда қателіктер басқару стиліне айналмайды. Барлық өткір тұжырымдарына қарамастан, Әкежан Мәжанович асығыс қорытынды жасамайды. Егер Тоқаев 2029 жылға дейін билікте қалуға тағдырлас болса, дейді ол, президенттің тарихи мүмкіндігі бар. Көп жылдан бері алғаш рет сөзбен істің бір екенін көрсетуге, ал жаңа Қазақстанды сыртқы риторика емес, билік пен халық арасындағы жаңа қоғамдық келісімге айналдыруға. Әйтпесе үміт энергиясы тағы да күйреуге айналып, ел тарихындағы бұл цикл тағы қайталанады. Егер символдық реабилитация орын алса, ол тек бір адамның елге оралуына жол ашпайды. Бұл ұлт үшін сынаққа айналады. Жаңа билік тыңдай алама, қателігін мойындай алама және нақты қоғамдық бақылаудағы қалыпты институттар құра алама. Әлде бәрі тағы да теңдессіз реформалар туралы мәлімдемелермен шектелеме. Қажыгелдин эксклюзивті сұхбатын қос тілде айтылған тілекпен аяқтайды. Ол өзінің тәжірибесі мен ұлттық мінезге сілтеме жасайды. Болашаққа сенейік. Барлығы өз қолымызда. Егер халық шынымен өзгерісті қаласа, оны тоқтата алатын күш жоқ. Ел бұл мүмкіндікті пайдалана ала ма, бұл алдағы жылдарда анықталады.